Қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазақ тойының мәні, түрлері және қазіргі қоғамдағы пайдасы мен зияны туралы ой қозғайтын боламыз. Қазақ халқы үшін той бұл қуаныштың шыңы, елмен бөлісетін береке. Бізде тойдың бірнеше түрі бар. Бесік той, баланың өмірге келген күнін атап өту. Тұсаукесер, баланың алғашқы қадамына тілек тілеу. Сүндет той, бұл ұл баланың ер жету жолындағы жаңа белесі. Неке тойы, екі жастың шаңырақ көтеруі. Одан басқа түрлі мерейтойлар бар. 50 жас, 60 жас және 70 жылдықтар. Бұл тойлар аз болғандай, баланың мектепке бару қадамы, қоныс тойын жасау, ұл баланың аман-есен әскерге барып келуі, балалардың оқуға түсуі, оқу бітіруі, диплом алуы, барлығы да осы мерекені атап өтеді. Қуанышты бөліссең көбейеді дейді. Елдің батасы, ол көптің батасы қабыл болады деп жатады. Сондықтан дүркіретіп, қазақ халқы той жасағанды жақсы көреді. Тойдың жақсы жақтары көп. Ағайын туысты біріктіреді, ұлттық салт дәстүр сақталады, эмоциялық қолдау, қуаныш сезім артады. Кәсіпкерлерге, асаба, музыканттарға бұл нағыз табыс көзі болып табылады. Ал жастар үшін танысу алаңына айналады. Кейде той шоуға айналып, шынайы мәні жоғалады. Негізінен тойды әркім өз шамасына қарай жасағаны дұрыс. Бізде қазақта шығынға батыратын ұят болады деген сөз. Әрине, көп таралған үлкен әулетті адамдар ресторандарға жасаса болар. Бірақ әркім өз шамасына қарап тырысу керек. Бізде қазіргі уақытта қазақ қоғамында миллиардтап, миллиондап қарыз алып, той жасап, артынан төлей алмай, жастарды үйсіз қалдырып, квартираға шығып кететіндер көп. Сондықтан той жасау алдында біреумен жарыспай, өз қалтаңа қарап, батаңды беріп, өз ортаңда шағын ғана жасаған дұрыс деп санаймын. Той біздің рухани байлығымыз, бірақ тойды елден асып емес, өз мүмкіндігіңе сай, ықыласпен, ниетпен жасау басты шарт. Тойдан кейін тыныш өмір болсын десеңіз, алдымен өзімізге адал болайық. Бұл өмір каналы. Сондықтан әртүрлі адамдармен әртүрлі тағдыр бар. Адамдар бірде қателеседі, бірде дұрыс жол таңдайды. Қателескен адамдар қатесін түсініп, дұрыс жолға түсіп жатады. Себебі бұл өмір. Достар, каналға тіркеліп, қолдап отырайық.